Сәлеметсіздер ме, құрметті өнерсүйер қауым. Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі жергілікті тау тұлғаларымызға арналған видео шығарылымын назарларыңызға ұсынады. Әйгілі ақын, аудармашы, тарихшы, философ Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдығына орай бейнелеу өнеріндегі Шәкәрім бейнесі атты тағылымы мол бейне баяндамасын қабыл алыңыздар. Абайдың ерекше туған інісінің аты Шәкәрім еді. Абайдан соңғы ең танымал есім. Абайдан соңғы ең көрнекті тұлға. Одан соң өзі өлсе де аты өшпеген. Мұхтар Мағауин. Қазақ мәдениеті тарихында Абайдан кейінгі ең ірі құбылыс ақын, жазушы, философ, тарихшы, әрі сазгер Шәкәрім Құдайбердіұлы. Абай Құнанбайұлының тұлғасы осы күндерге дейін әртүрлі қылқалам шеберлерінің туындыларында кескіндеме, графика, мүсін өнерінде жан-жақты бейнеленіп келді. Жүздеген суретшілер Абайға, оның замандастарына, оның шығармаларының кейіпкерлеріне және ол өмір сүрген табиғат құбылыстарына арналған мыңнан астам туындылар жасады. Яғни 1934 жылдан бастап қазақ суретшілерінің бір емес бірнеше буыны Абайға, оның шығармаларына үн қосып келгені белгілі. Ал Шәкәрімге арнап еш тақырып қозғалмаған. Ойшылдығы мен даналығы жағынан Абайдан ешбір жері кем түспеген Шәкәрімнің бейнесі неге суреттелмеді? Ол немен байланысты? Әрине, оның ар жағында сыр ашылмаған, немесе ашуға болмайтын қазақ тарихының саяси көлеңкелі қырлары жатқанымен байланысты деуге әбден мүмкін. Біріншіден, 1958 жылға дейін Шәкәрім есімі кеңес өкіметінің жауы деп танылып, рухани құндылыққа толы біраз еңбектері жойылған. Бірақ зұламат заманның дүрбелеңі басылып, оңалтылудан кейінгі уақыттарда да оның есімінің аталуына тыйым салыну толастамады. Кеңес заманының 30 жыл ішіндегі бейбіт өмірінің өзінде оның 2-3 шығармасы ғана жарық көрген. Тек 1988 жылы есімі толық ақталғанынан соң, оның 130 жылдық мерейтойына орай ақынның біраз уақыт ұмыт болған ақтаңдақтар орны толыға бастағандығы бар. Соның негізінде зерттеушілер ақынға қатысты ел арасына шашырап кеткен кейбір құнды деректер мен еңбектерін жинақтап, басылымға шығаруды қолға алғандығын көреміз. Өзінен бөлек сөздерінің өзі жұмбақ, сыры мен болмысы қазақ даласына еріксіз ашылмай келген, қазақтың маңдайына біткен тау тұлғасының азын-аулақ асыл мұралары кеш болса да әлі күнге дейін ел арасынан жинақталып зерттеліп жатқаны осы күндері көңіл қуантады. Табылған еңбектерін саналы түрде зерделеуінің арқасында оның үлкен ойшыл тұлға, жаратылыс пен адам арасындағы ең негізгі жоғарғы ой шексіздігінің ақиқатын іздеуші, философ, ақын, жазушы, тарих тағылымының зерттеушісі сияқты жан-жақты қырларымен ел таныды. Бұл ретте Шәкәрім тұлғалық болмысын толық ашу жолында біраз қылқалам шеберлерінің еңбектерін кездестіреміз. Олардың арасында өз шығармашылығы мен ақын образын жан-жақты қырларын түрлі кейіпке енгізе отырып ашуға бел буғандар да бар. Ақын өмірі мен оның айналасында тағдырлас танымал тұлғалардың бейнелі портреттерінің басым бөлігі қазіргі таңда Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейінде сақтаулы. Яғни музей қорындағы 778-ден астам бейнелеу өнер туындыларының 250-ге жуығы Шәкәрім тақырыбына арналған екен. Шәкәрімнің алғашқы портретін 1988 жылы семейлік талантты суретші Тамара Кузнецова еңбегінен көреміз. Көз жанары уайым мен сезімталдыққа толы ақынның бұл образы үлкен психологиялық мазасыздықта көрініс тапқан. Суретші ақынды қоғам жанашыры кейіпінде көрсеткісі келетіндей. Сонымен қатар, тығыз қысылыңқы еріндері
өз халқының және бүкіл адамзаттың тағдыры үшін күрес тартысында айтылмаған оймен бетпе-бет келіп тұрғандай сомдалған. Семей қылқалам шеберлерінің бірқатар көрмелеріне қатысушы керемет суретші Кузнецова Тамара Гавриловна, Алматы көркем сурет училищесінің түлегі. 1970 және 80 жылдар аралығында Достоевский драма театрында қоюшы суретші қызметін атқарған жан-жақты талант иесі. Шәкәрім тұлғасына арналған Кузнецованың екінші жұмысы ойшылдың нақ болмысын дәлме-дәл ашылғандығын көреміз. Ең алдымен Шәкәрімнің тұнық көзі көрушіні еріксіз өзіне тартады. Ақын бойынан терең ойға шомған кейпі сезіледі. Және бұл өмірдің шешілмейтін сұрақтарына асқан сабырлықпен тоқталатын тұлғаның толық бейнесі сомдалған. Шәкәрім бейнесін жарыққа шығару жолында елеулі үлес қосқан жерлестеріміздің бірі Мақаш Тыныштықбайұлы Әлиакбаров. Жарма станциясында дүниеге келген Мақаш Тыныштықбайұлы Семей медицина институтынан терең білім алып, ұзақ жылдар бойы медицина саласын дамытуға көп күш салған. Ол еңбегіне лайық Ұлттық ғылым академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Семей Қарағанды медицина және Қазақстан фармацевтика институтының ректоры лауазымы қызметін атқарған. Ұзақ жылдар бойы ғылыммен айналысқан, радиология ғылымы мектебінің негізін салушы. Өзінің ізденіске толы зерттеу жолында 300 ғылыми еңбектер мен оның ішінде 14-ке жуық монографиялар жазған. Ал бейнелеу өнерінде Мақаш Тыныштықбайұлы әуесқой қылқалам шебері ретінде көпке танымал. 1970 жылдан бастап өз шығармашылығына байланысты Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейімен тығыз байланыста болған. Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, Астанадағы отан қорғаушылар жобасының авторы Мақаш Әлиакбаров музей қорына Абай мен Шәкәрім тақырыбында кескіндеме, графика техникаларында орындалған 200-ден астам туындыларын тапсырған. Мазмұны мен салыну техникасы жағынан ерекше сериялы жұмыстар, портреттік, композициялық, сюжеттік картиналар топтамасын құрайды. Автор қолынан шыққан екі бірдей тау тұлғалардың әр түрлі кейіптегі образдары өз заманның жаршысы ретінде ойлы мәселелерді талқылауға дайын тұрғандай, бірінен бір өткен әсерлі десек артық айтпаған болар едік. 1975-1984 жылдар аралығында Мақаш Әлиакбаров осы ізденіс жолдарымен әр кез жаз мезгілінде Абай мен Шәкәрімнің туған жерлерін және тұлғаларға тиесілі Қарауыл шоқысы, Еңлік Кебек бейіті, Жидебайдағы Абайдың ескі мұражайы, Құнанбай бейіті секілді талай киелі орындарды аралап, Абай жерінің атмосферасын бойына сіңіре отырып жұмыс жасағандығын аңғарамыз. Мұның дәлелі кейіннен үлкен кенептерге айналған жүздеген эскиздер жиынтығы. Мақаш Тыныштықбайұлы Жидебайға алғаш келісімен Жидебай мұражайында жұмыс жасаушы Шәкәрімнің баласы Ахатпен таныстығы, суретші ізденісіндегі Шәкәрім бейнесінің сан қырлы жағынан ашылуына өз септігін тигізген. Ахаттың естеліктері, қарттардың әңгімелері, Шәкәрімнің өлеңдері және Ахаттың әкесі туралы өлеңдері ақынның тұлғасының асқақтығын аша түскендей. Яғни ұзақ әңгімелесу нәтижелерінде Шәкәрімнің эмоцияға толы біраз портреттерінің дүниеге келуіне және ақын өміріне шығармашылық интерпретация жасай алуына көп септігін тигізгендігін көреміз. Автор Шәкәрімнің 1975 жылғы фотосуретінен оның графикалық портретінде жасағандығын көреміз. Бірақ сол жылы майлы бояумен Шәкәрім портреті атты көлемді кескіндеме орындаған. Бұл кескіндеме ерекше қанық түсті. Ақын егде жасында өз білген түйгендерін ой елегінен өткізіп отырған образда. Бұнда ақын адам мен халық, жеке тұлға мен тарих арасындағы
қарым-қатынас, әсіресе өткен ғасырдың 20-шы жылдардағы үрейлі тағдырлар толғанысын сезінетіндей портретке қызыл қанық түстер таңдап алған. «Бойымдағы бар жақсылық Абайға қарыздармын» деп жазған Шәкәрім естелігі, әкесі Құдайберді 37 жасында қайтыс болғаннан кейін Құнанбай атасының отбасында, кейіннен Абайдың отбасында тәрбиеленгендігін меңзейді. Оның тұлға болып қалыптасуына ықпал еткен тұлғалар туралы ой қозғай келе, ақын ең алдымен атасы Ибрахим мен Абайдың есімдерін жиі тілге тиек етеді. Яғни қажы атасынан тәрбие берген, сауаттылыққа баулыған алғашқы ұстаз ретінде таныса, ақындық пен көрегендікке, оқуға ынтасын ашуда, қажылыққа барып дүниенің біраз рухани орталықтарын көруге кеңес берген ағасы Абай болғандығын айтады. Әлиакбаровтың «Абай мен Шәкәрім» атты картинасында суретші екі ақынның рухани қарым-қатынасын бейнелейді. Суретші бұл жерде жас Шәкәрімнің сөз әлеміне алғаш қадам басқан сәтін көрсеткісі келгендей. Кең даланың ортасында аласа төбеде екі адамның бейнесі. Бұл жерде жас Абай құдды бір білімге құштар інісіне өлеңнің күші мен құдіретін кең дала аясында түсіндіріп тұрғандай көріністе. Екеуі отырған төбеден Шыңғыстаудың тамаша табиғаты анық көрініс тапқан. Бұл жерде Абай артынан ерген бауырының нәзік бала жүрегін өмірдің кейбір соқпақтарынан қорғағысы келетіндей оң қолын інісінің иығына қойып, сол қолымен құшағына қысқан кейпін байқаймыз. Ал бала Шәкәрім ағасының бауырынан қорғаныс іздегендей, оның қысқан қолын қос қолдап ұстап алған тұрғында тұр. Екеуінің ортақ образы болашаққа апарар ұтымды жолды бірге ойласып тұрғандай, бауырлас екі азаматтың қатынасы өте жарасымды. Кенепке жылы түстермен жазу үрдісі, кейіпкердің дөңгеленген жүздері, әлсін көрініс тапқан айнала төбешіктермен өте үйлесімді. Кеңістік көкжиектерін аяқтап тұрған аласа көкшіл тау сілемдері жұмысақ мүсіндей бейнеленгендігімен ұтымды орындалғандығын көреміз. 1931 жылғы қазақ даласына келген зұламат қарғаннан кейін Шәкәрімге тиесілі біраз мұрағаттар күштеп өтілгендігі тарихымыздан белгілі. Көп жылдар бойы Шәкәрімнің бір ғана фотосуреті сақталған деп есептелді. Бұл фотосурет Бақанастағы КПУ-дың облыстық бөлімінде отықшы болып жұмыс істеген есту қабілеті нашар Шәукен есімді азаматта болған екен. Шын есімі Оразғали Абдуалиев. Ол өз кезінде өміріне қауіп төніп тұрса да, бұл суретті ұзақ жылдар бойы жасырып келген. Тіпті кейінгі уақыттарда ауылына келген Мұхтар Әуезовке де бермей, сәті түскенде Шәкәрімнен аман қалған жалғыз ұлы Ахатқа табыстаған. Осы күтпеген тарихи сәтке куә болған кейіпкерлердің айтуынша, біраз жылдарды артқа тастап, егде жасында әкесінің фотосуретін алғаш қолына алған Ахат Шәкәрімұлы бұл суретпен әкесі тіріліп келгендей көзіне жас алып қауышқан деседі. Қазіргі таңда бұл фотосурет Абай мұражайында сақтаулы. 2014 жылы елімізде қолға алынған мәдени бағдарламалар аясында Абайдың Семей қаласында орналасқан әдеби мемориалдық мұражайының ғылыми қызметкерлері Мәскеу мұрағатындағы ғылыми зерттеу жұмыстарымен Шәкәрім Құдайбердіұлының 1927 жылғы бірегей фотосуретінің түпнұсқасын қолға түсіреді. Бұл олжа осы уақытқа дейін мұражайда Шәкәрім бейнесі-ау деген болжаммен сақталып келген Шәкәрімнің бір ғана дана суретінің түпнұсқалығын дәлелдей түсті. Фотоның авторы ресейлік зерттеуші Федор Фильструп. Шәкәрімге арналған тағы бір портреттің бірі ұмытылған. Бұл Шәкәрімге арналған бүркеніш есім секілді. Өйткені ақын өміріне назар аударар болсақ, оның өмірінің соңғы жылдарында алдамшы сұрапыл саяси жүйеге толы.
Осы бір саяси жүйеден бойын алшақ ұстау мақсатында ақын өз ауылынан біраз шақырым алыс жердегі Саятқора аумағында жалғыз өмір сүргендігі белгілі. Осы тұста Али Акбаровтың 2006 жылы жарық көрген «Ұмытылған» атты картинасы суретшінің творчествосындағы ең батыл картиналардың бірі деуге болады. Картина кейіпкердің тағдырына сай атылғандығын көреміз. Суретші кескіндемені ақ, қара және қанық тоқсары түстерді батыл қолдана отырып, мазоктап жағу техникасында орындаған. Ақын бейнесі кенептің толық кескінін алып жатқан қанық қызыл тоқсары түстердің арасынан ауыспалы ақ-қара көлеңке кейпінде бір қырымен оң жақ шетіне жайғастырылған. Картинаның басым бөлігі кезеңінің ауыртпалығын меңзеген қызғылт қанық бояулар. Мұнда кейіпкер өз заманның белсенді тұлғасы бола тұра, ауыртпалық тұңғиығында жалғыз әрі тастанды. Қалың жағылған қара бояулардан тұлғаның бет пішінін анық көру қиын, яғни ұмытылған кейіпкердің кескінін меңзегендей. Мақаш Тыныштықбайұлының Шәкәрімнің жеке басын түсінуге ұмтылып, бірнеше портреттер жазғаны белгілі, бірақ олардың ішінде ең әсерлісі де осы. Суретшінің ақын өмірін, тағдырын танып білуге деген құштарлығы осы портреттен анық көрінетін байқауға болады. Әкесінің портретімен қатар орындалған Ахаттың портреті де бұл шығармаға стильдік жағынан жақын. Олардың бойларынан өз заманының бетбұрыс сұмдықтары өз ізін қалдырғандай, бет жүздерінен жасырын әрі айтылмаған драмалық сезіледі. 20 жылдары Шәкәрімнің аты жөні, шыққан тегі және оның өз ортасындағы беделі туралы біраз ізденістер сол кездерде шолақ саясат кесірінен орын алғаны тарихтан аян. Ол өз кезінде тәуелсіздік тұғырын аңсаған Алашорда партиясы құрамында болып, кейін саяси істерден іргесін алшақ ұстау амалымен ауылынан алшақ Саятқорада күнелткені де белгілі. Бірақ сонда да кейбір алауыздық құрбаны болып, тұтқындалып, бірнеше ай тергеуде болып, кейін босатылған. Өз заманында уақытша үкіметтің былығымен тайқып келген кеңес үкіметіне еш кінәсіз болса да, ақынды біраз сергелдеңге салғаны белгілі. Алдамшы саясатқа ақынның сезімталдық танытып, саясатқа араласпауы ел арасынан шыққан алакөз жендеттерге ұнамады. Олар өздерінің заңсыздықтарын ақтау үшін Шәкәрімге жала жауып, оны қарулы қарсылық көрсетті, банды ұйымдастырды, құйтырғы істерімен қаралап, ақыр соңы атқызуға дейін апарғаны тарихымызда бар. Ал арада 30 жыл өткенде 1961 жылы әкесінің есімі ақталысымен Ахат Шәкәрімұлы әке сүйегін құдықтан мұқият шығарып алып, Абай мен Құнанбай бейіттерінің жанына дәстүрге сай арулап қайта жерлегені белгілі. Осы көріністі сомдаған суретші шығармасын Жидебай музейінен Шәкәрімді қайта жерлеу атты эскиз арқылы анық көре аламыз. Суретші кейіннен дәл осы оқиға желісін Шәкәрімді қайта жерлеу атты майлы бояумен көлемді кескіндемесін салып шыққан. Мақаш ағамыздың өрмекші Шәкәрімді қайта жерлеу атты шығармалары Шәкәрім тақырыбын тереңірек аша түсетін және музейге келген көрермендердің ұзақ тамашалап тұратын туындыларының бірі деседі. Бейнелі композицияда Шәкәрім заманындағы құрығын тереңге салған соғыр саясатының қанды күрмеуі және сол кезеңдегі зиялы қауым бейнесі, ойды, сөзді, тілді тұншықтырған қатыгез кезеңді суреттегендей. Кескіндемеде үстінде биік аспан күмбезі бар даланың кең панорамасы және алаңдатарлық шулы шөптер, терең жоқтаудағы барлық табиғат қанық көк түске боялған, құмырсқа дірілі мазогымен орындалған. Ал композиция төрінен табиғат көкжиегінде кетіп бара жатқан екі адам кейбі әрең ажыратылады, әрі кішкентай. Контрасты көк және қоңыр түсті шексіз кеңістіктер әлсін-әлсін жоғалатындай.
Марқұм ақынның байсалды және әлсіз бейнесі оларға аспан көгінен қарап тұрғандай өте әсерлі. Шәкәрім бейнесін сомдауда кескіндемеден бөлек графика техникасында тұлғаның графикалық портретін өмірге келген қылқалам шеберлері де аз емес. Солардың бірі Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің кафедра профессоры, Қазақстан Республикасының суретшілер және дизайнерлер одағының мүшесі Нұрболан Нұғманұлы Өтепбаев. Оның Шәкәрімге арнаған графикалық портреті 1995 жылы ойшыл Абайдың 150 жылдық мерейтойына арналған болатын. Суретші Нұрболан Өтепбаев Абай музейімен шығармашылық байланысы осы кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейін жалғасып тауып келеді. Нұрболан Өтепбаев Абай музейінің бейнелеу өнері қорына 2008 жылы сангина бояуымен орындалған Шәкәрім портретін, қағазға тушпен орындалған Ахат Құдайбердіұлының портретін және 2018 жылы қағазға гуашпен орындалған Шәкәрім портретін сыйға тартқан. Ақ пен қара ауыспалы көлеңкелерге толы бұл графикалық туындылар тұлғаларды өткен уақыт әлеммен ұштастыра отырып, шынайы көзқараста көз алдыңа алып келетіндей өте тұнық салынған. Олардың кейбір портреттері оның дәлме-дәл фотосуретінің графикалық көшірмесі дерсің. Тұлға портретінде форма кеңістігі мен ішкі мазмұны анық байқалмайды. Жансыз көрнекті натураға ұқсайтындай кейпінде орындалған. Осы тұста Шәкәрім портреті ақынның тұнық бейнесін көз алдыңа келгендей. Ақынның өткір көздері көрушіні еріксіз жаулап алардай. Суретшінің ақын бейнесін толық меңгеріп, бет әлпетіндегі қатпарды, пропорция құрылымын қағаз бетіне композициялық орналасуын жан-жақты шебер ойластырғанын байқатып тұр. 1995 жылы Абайдың 150 жылдық мерейтойына орай Абай мен Шәкәрімнің мемориалдық кешені құрылды. Бұл нысан Қазақстанның шығыс аймағындағы Абай ауданына Жидебай трактатында Жидебай бөрлі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейінің аумағында орналасқан. Кесене авторлары сәулетшілер Берік Ибраев, Ағытаев, Қарықбаевтар, сонымен қатар дизайнер суретшілер Ержігітов, Алтынбековтер болып табылады. Ұзындығы 5 метр платформалы Абай және Шәкәрім кесенелері орналасқан екі қорым тау басында біріктірілген үлкен ансамбльді құрайды. Арасы 140 метрді алып жатқан екі қорымның бойында ағасы Оспан Абаймен бірге жерленген. Оның жанында анасы Ұлжан және әжесі Зере бейіттері жатыр. Абай Шәкәрім мемориалдық кешені сәулеттік дизайны жағынан да, техникалық шешімі мен орналасу жағынан да бірегей үлкен нысан. 1999 жылы 4 қарашада Шәкәрім атындағы мемлекеттік Семей университетінің алдына жартылай тұлғалы пішінде ақынның ескерткіші орнатылған. Ескерткіш авторы мүсінші Мұратбек Жанболатов. Ұлы ағартушы қара гранит тұғырына орналастырылған. Алақанында білім нышаны, кітапты екі қолдап мұқият ұстап тұрған кейпінде. Ақын айнала дүниеге философиялық тұрғыда қарайды. Жалпы ескерткіш көрінісі өте сымбатты. Оның бойында мәңгілікке қаланған тұлғаның парасаты мен рухани болмысы ерекше сомдалған. Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған ерекше көлемді ескерткіш 2008 жылы 12 қыркүйекте Шәкәрімнің туғанына 150 жыл толуына орай Семей қаласының орталық саябағында салтанатты түрде ашылды. Ескерткіштің авторы және мүсінші Қазытаев Нарысов, сәулетші Шотаман Олеханов. Ескерткіштің биіктігі 4,7 метр, ал салмағы 9 тоннаны құрайды. Құрметті тыңдаушылар, бейнелеу өнеріндегі Шәкәрім бейнесі атты шығарылым осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі шығарылымда жүздескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Невзоровтар отбасы музейінің кіші ғылыми қызметкері Әлия Әбілханқызы.